Құрметті Неге каналын тамашалаушылар, сіздер подписаться батырмасын басып, каналды қолдап отырсаңыздар, мен сіздерді шынайы әрі тылсым оқиғалармен сусындатудан шаршамайтын боламын. Ендеше кеттік. Мен үйленгенде отбасым ерекше қуанды. Тұңғышы отау құрса, кім қуанбасын? Ауылға келін әкелді деген тек әншейін аты болмаса, бір аптадан соң жаңа түскен жұбайым екеуміз қалаға тарттық. Себебі қалада үйіміз жоқ болса да жұмысымыз бар болатын. Ал жұмыстан қалуға мүлдем болмайды. Бойдақ кезде араласқан сыралатқыш достардың қарасы әлі азаймаған кез. Бірінен соң бірі қонақ болып кіріп шығып жататын. Ал мен қарызданып соларды күтумен жүретінмін. Не әурешілік десеңші. Осылай жүргенде дүниеге тұңғышымыз келді. Бірақ қазір ойлап отырсам, менде неге екенін білмеймін, жауапкершілік жағы аздау болғанға ұқсайды. Отбасыма қаржы жете ма, жетпей ма, жұбайымның немесе нәрестенің денсаулығы қалай болып жатыр, ол жағын тек келіншегім ғана ойлайтын. Ал мен үйленді деген тек аты дәл бұрынғыдай аптасына 2-3 рет жұмыстан соң қаңғыру, үйге таң ата келу секілді жағымсыз әдеттерім жалғасып жатты. Ал мұндай отбасыда қандай береке болсын? Осылайша ай артынан ай, жыл артынан жылдар сырғып өтіп жатты. Жұмыстан тапқан айлығымыз шайлығымызға да жетпейді. Пәтердің төлемақысы, жылу, су, жарық, тіпті ішетін асымыз да өте қарапайым болатын. Бірде әйелім бірнеше күннен бері тісінің қатты ауырып мазалай бастағандығын айтып мұңын шақты. Тіпті шыдатпайтын жағдайға да жетті. Байғұс жұбайым түнімен дөңбекшіп шығады, тісіне тұз басады, содамен шаяды, аз кем қойғандай болады да қайта ауырады. Дәл сол уақытта екеуміз де тіс емдететін ақша жоқ. Біреуден сұрай қояйық десек, таныстардың барлығынан алып, бірнеше уақыт өтсе де қайтармаған қарыздарымыз бар. Былайша айтқанда, жағалай жұртқа қарызбыз. Осылайша байғұс жұбайым 2 ай қиналды. Сәл суық тисе шырқырата ауыртады, ал қойса екеуміз де ұмытып кетеміз. Ол ұмытпас бәлкім, мен ұмытып кетемін деп нақтысын айтайынша. Жомарт жігіттің қолын жоқтық байлайды деген мақалды жаттап алғанмын әйтеуір. Ал жұбайым тіпті кейде қатты қиналғанда папамды қатты сағындым дейтін. Осындай күндердің бірінде түнде әйелім ұйықтап жатып түс көреді. Түсінде марқұм әкесі келіп қызының шашынан сипайды. Ал жұбайым түсінде өзінің төркінінде жатыр екен. Ол жататын бөлменің жанында ешкім кірмейтін, қыста суықтау бөлме болатын. Әкесі қызын сол бөлмеге ертіп барыпты. Ал ол бөлме кәдімгі кішігірім тіс емханасына айналыпты. Дәл ортада тіс жуылатын кресло орналасқан. Әкесі марқұм үстінде ақ халаты бар екен. Қызым отыр деп салмақты үн қатады. Қызы отырғасын ауырған тісін дегенше емдеп беріпті де қызын әлгі бөлмеден шығарып, түсін аздап суытып, болды қызым, енді мазалай берме, тісің енді ауырмайды деп бөлмесінің есігін тарс жауып алыпты. Сол көрген түсін ертеңіне маған айтып бергенде әйеліме онша таңғала қоймадым. Себебі түс түлкінің боғы демей ме? Шыда, жақында тісіңді емдетеміз деп қоямын өзімше басу айтқан болып. Бірақ мені таңғалдырған ол түс емес, басқа нәрсе болды. Осы түстен соң бақандай 7 жыл өтсе де, жұбайымның тісі мүлдем ауырмады. Біз оның тісін сол күйі емдетпедік те, ал оның тісі мүлдем ауырмады. Тіпті қызық көріп, суық суды да сіміре салатын. Бірақ еш ауырмады. Міне, мені таң қылдырған осы болатын. Сонда жұбайымды әкесі, яғни менің көрмей кеткен қайнатам түсінде келіп емдеп кеткені рас болғаны ма? Жоқ әлде сәйкестік пе? Қалайша ауырып жүрген тісі өздігінен қойып кетуі мүмкін? Немесе әруақ бар рас па? Ал сонда адамның жаны тірілерге көрінбейді дегені қайда деген сауалдар әлі күнге сан мазалайды. Ал бұл оқиға туралы сіздің қандай ойыңыз бар? Комментарийге жазып қалдырыңыз, құрметті каналға жазылушылар. Әңгіме ұнаса лайк басып, тіркелуді ұмытпайық. Ал мен сіздерді одан әрі өзімнің басымнан кешкен, немесе таныстарымның басынан өткен шынайы да тылсым оқиғалармен сусындататын боламын.